Мен есімім Ардақ Аймахан, Қызылорда қаласының тумасымын. Айына орташа есеппен 1 миллион 200, 1,5 миллион аралығында. Негізі мен бала кезге арманым болатын. Үйде концерт көргенде, телевизор көретін едік қой біз кезінде. Сол кезде телевизорда концерт болып жатқанда мен үйдегілерге үнемі айтатынмын, осы концертке мен жұлдыздарды дайындаймын, сахнаның артында макияждарын жасаймын, шаштарын жасаймын деп еді. Ол кезде бала кездегі арман ғой, оған ата-анамда, бауырларымда сенген жоқ. Осы бала қияли деп енді сөйтіп не қылды ғой. Одан кейін 2011 жылы 16 жасымда үйден қашып кетіп, Алматыға барып, осы арманымды орындау үшін грузчик болдым. Одан кейін вокзалда қалған күндерім болды бір апта, және автомойщик болдым. Бір бала арманым орындалғанына көбінесе мен мамам себепші деп айта аламын. Өйткені осы жұмысқа түсер барысында мені ата-анам, бауырларым қолдамаған болатын, және жолдас балдарым тоже қолдамады. Енді жолдас балдар таныстар, ол қолдамағаны бір бөлек. Сенің туған бауырың қолдамаған кезде ол жүрекке ол хат тиеді. Сонымен дәлелдеу мақсатында осы уақытқа дейін еш тынбай жұмыс жасадым. Маған қарсы болған адамдарға мен 100 есе рахметімді айтамын. Бауырларым болсын, таныстарым болсын, достарым болсын. Неге? Өйткені маған ол кезде жаңа қоғамна шектеушілік болмағанда мен осы достижениеге мүлдем жетпейтін едім. Мен негізі фишкам осы десем болады. Көбісі клиенттердің көбісі келіп жатқанда айтады, бізге көп визажистіге барамыз, бұндай подход жоқ деп ше. Жаңа көзге ешкім тамызбайды, ерінді ешкім увлажнение етпейді деген секілді. Иә. Өйткені енді мен макияжым арзан емес қой. Сондықтан енді профессионал болғаннан кейін барлық түрде профессионалын істегім келеді. Мен сосын базаны көбісі жаңа кисточкамен жағып жатады. Мен қолмен жағам. Қолымды ең бірінші антисептикпен тазалап, содан кейін массажный вариантпен жағам. Ол да мен бір фишкам деп айтсам болады. Жаңағы енді бастайын деп жатқан кісілерге айтарым, ең бірінші лайфхак ол Инстаграм дегім келеді. Өйткені мен Инстаграммен жұмыс жасамасам менде клиент жоқ. Яғни өзіңе бренд болып. Иә. Ақшаны ешқашан жаңағы үнемдемеңіздер косметикаға. Ол косметика сіздің товарыңыз ғой. Былайынша айтқанда, осы товар арқылы сіз көптеген ақша табу мүмкіндіктеріңіз бар. Мен мысалы Мегаға болсын, Хан Шатырға болсын, киім алуға барам, мен киім емес косметика алып қайтамын. Ол өйткені мен ертеңге жейтін наным, ертеңгі ол мен болашағым. Киім бар, жаңағы біздің папа айтатын, жазға бір шалбар мен бір рубашка, қысқа бір шалбар. Сондай сияқты ғой, енді еркек балаға ондағы киімнің керегі жоқ деп ойлаймын. Мен сол барғанда көбінесе косметика аламын. Алматыға барып жатсам, өзімнен жоғары адамдардан повышение өтіп келем. Менде ешқашан андай жоқ, ол менен жоғары, ол менен төмен деген жоқ. Егер мен өз-өзімді білсем, ол адамнан төмен екенімді, мен барамын да повышение оқимын. Маған көбінесе жазып жатады, қанша ақша табуға болады, қанша деңгейге жетуге болады. Мен ең бірінші сұрайтыным оқушылардан, сізде желание бар ма деп сұраймын. Егер желание жоқ болса, маған 200 мың теңге төлеп, ол керек емес. 200 мың теңгеден бөлек сіз 300 мың теңге тағы косметика алуыңыз керек. Ол минимум 500 мың теңгені далаға шашпаңыз. Өйткені маған ең бастысы ол сапа ғой, санның керек емес, маған сапаның керегі. Сондықтан ең басында мен сұраймын оқушыларымнан, егер желанияңыз бар ма, жоқ па, және ұл оқушыларда тоже сұрайды. Қазір қоғамда жаңа дизайнер болсын, шаш әрлейтін болсын, бет әрлейтін болсын, жаңа колорист деп жатамыз да, шаш бояйтын болсын. Қазіргі таңда ол былай айтсам, көбісі қызға қарайтын мамандық. Бізде қазіргі ата-аналардың мен түсінбейтінім, ол бала күнгі арманы, өзі адам кішкентай кезінен өзі белгілі болады ғой. Қай жаққа жақын, сол жаққа тәрбиелесе, бізде мықты мамандар шығады деп ойлаймын. Сондықтан бала кездегі адамның қандай нәрсемен айналысқысы келеді, қандай нәрсеге қызығушылығы бар, соның барлығын біліп, сондай салада дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Жақында осы бір 10 күн бұрын американдық қыз оқыттым. Негізі қазақ қыз ғой, өзі Америкада жұмыс жасайды, біраз жыл болған. Сол қызды оқыттым, сол кезде маған айтты, Ардақ, сіз мынандай талантпен сіз Америкада жұмыс жасау керексіз ғой деп. Енді мен оған дейін жай ғана бір ойлап қана қоятынмын, ал ол адам кездескеннен кейін сіз сенесіз бе, қазір бір айдың ішінде ол да бір жаңағы не деп білемін мен, жаңағы не қыл дейтін еді?
Иә, сигнал деп ойлаймын. Бір айдың ішінде мен уже 10-12 адаммен таныстым. Шетелде болып келген, Нью-Йоркта оқыған, және ол жақта английский школдары бар. Сондай 10-12 адаммен таныстым. Және де сол адамдардың қатарынан, егер де сол жақтан ұсыныс түсіп жатса, біз сізге грин карта жасап беруге дайынмын деген адамдарды кезіктірдім. Ол енді жайдан жай емес қой. Сондықтан ендігі арманым сол Америкаға кету, сол жақта жұмыс жасау. Иә, көру. Иә, неге көрмеске? Үйленбегем, бала шағам жоқ, әйелім жоқ. Жас кезде барлығын жасап алу керек деп ойлаймын. Өйткені ертең үйленгенде мен балдарым, әйелім ақшаға тәуелді болғанын қаламаймын.